Сәлем қыздар, бүгін мен сіздерге үй жағдайында бесіннің көмегінсіз көз мөлшерімен дайындауға болатын самса түрін көрсетемін. Ол үшін дүкеннен алып заттар қажет емес, үйдегі бар продуктымен жасай берсеңіздер болады. Ол үшін мен бір кесеге жылы су және де сүт қостым. Сүттің жылы болуы міндетті емес, оның үстіне жарты ас қасық тұз қостым. Барлығын жақсы араластырып алып, осы ұнның бетіне құйып, ұнымызды илей бастаймыз нанымызды. Бұл самсаға ұнның высший сорттан болуы міндетті емес, қандай ұн бар, соны қолдана берсеңіздер болады. Высший сортты біз базар самсасына ғана қолданамыз. Арнайы түрі болады ұнның, және арнайы май қолданамыз. Сол кезде жақын арада видео түсіретін боламын, рецепті. Сол кезде барлығын көрсетіп, айтып беретін боламын. Ұнымызды жақсы бір-біріне бірігу үшін табадан алып, осылай столдың үстіне қойып, жақсылап илеп алсаңыздар болады. Сол кезде қамырларыңыз бірігіп, наныңыз әдемі шығатын болады. Қамырыңыздың әдемі шығу үшін 20 минутқа пакетке, салафанға салып орап қойсаңыздар болады, немесе пищевой пленкаға. Наныңыз дөңгелек болып, төртбұрышты емес, карта сияқты емес болып илену үшін осылай дөңгелетіп алсаңыздар болады арнайы. Кейін жайған кезде әдемілеп дөңгелек болып жайылатын болады. Қатты үстінен баспаймыз. Жай ғана. Енді майды ертіп аламыз. Майдың проценті де маңызды емес. Менде 80-72% майларды қолдана беремін самсаға. Осылай бетіне барлық жағына жағып аламыз. Егер майың жетпей жатқан жағдайда қамырды бір-бірінің үстіне қойып, бір-біріне жабыстырып осылай жасап алсаңыздар болады. Сол кезде май барлық жағына жағылатын болады. Егер майыңыз аз болып жетпей жатқан жағдайда, егер майыңыз жетіп жатса, барлығына щеткамен немесе қолыңызбен жағып шығамыз. Оның бетіне екінші қамырды саламыз, біріктіріп барлығын ораймыз. Ауа қалдырмауға тырысыңыздар, үстінен кішкене жай массажбен басып шығасыздар орағаннан кейін. Сол кезде қамырларыңыз бірігеді де, холодильникке салған кезде майыңыз жақсы қататын болады. Холодильникке салып қоямыз жарты сағат, 1 сағатқа. Немесе қатты морозилькке салатын болсаңыздар, немесе тез керек болатын болса, морозилькке салып кішкене уақыт қана ұстасаңыздар болады. Осылай бөліп аламыз да, үстінен басып қамырымызды дайындаймыз жаюға. Самсаның қамырын жаюға осындай оқтау түрлері жақсы негізінде. Бірақ бұндай түрін алу міндетті емес. Қандай түрі бар, сонымен жай берсеңіздер болады. Қатты баспаймыз, ортасын қатты жұқартпаймыз, себебі салманы салған кезде ортасы жұқарып кетсе, тесіліп қалады, ішінде су ағып кетеді, сондай жағдайлар болады, қамырыңыз жұқарып кетеді. Кейін қытырламайтын болып қалады. Осындай түрмен де самсаны түйсеңіздер болады. Мен де салмасына асқабақ қостым. Үйдегілердің сұрауы бойынша. Картоп, фарш ештеңе қоспадым. Жұмыртқаны жағып аламыз бетіне. Жұмыртқаны жағудың екі түрі болады. Тек жұмыртқаның өзін ғана жақсаңыздар болады, немесе жұмыртқаның сарысына кішкене ғана сүт қосып, ауызын алып тастап жақсаңыздар болады. Самсамыз дайын, өте қытырлақ, дәмді болып шықты. Ас болсын.